Сәлем, барлықтарыңызға күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін сіздермен өзімнің күнделікті шаруалармен бөліскім келіп отыр. Осылай менде жалпы тігетін болғасын, тігінді жақсы көргесін, менде көп уақыт болмайды. Енді үнемді пайдалануға тырысам, бірақ бірінші тікпес бұрын мен жан-жағымды жинап, үйімді дұрыстап алғанды өте жақсы көремін. Сол кезде тігінге деген құштарлығым ашылып, настроением көтеріліп, мотивация туып, сондай күшті бір көңіл күйде боламын. Сол кезде жаңа идеялар келіп деген сияқты желание да болады. Осылай үйді мен баламды сабаққа апарғанға дейін параллельно жинап жатырмын. Себебі қазір сабаққа апарып тастағаннан кейін өзі бір 3 сағаттық көлемде уақыт болады. Сол уақытты тігінге арнау үшін осылай үйде адамдар бар кезде жасап жатырмын. Ал өзіме берілетін 3 сағатта мен сол тігінге байланысты дизайн придумать етіп, тігетін заттарды тігіп, арғарата жаңа каналды жүргізіп деген сияқты сондай жұмыстармен айналысам. Жеке уақытым деуге болады. Осылай мен кейде уақытым болмаған кезде мен барлық балдарға задание беріп, собираем грибы деп пакетке барлық нелерді шашылып жатқан ойыншық болсын, киім болсын жинап аламыз. Сосын қолым тиген кезде соларды по местам саламын, жуылатынға, ойыншыққа деген сияқты. Каждый 2 күн сайын полды жуып алмасам, өзім ыңғайсыз болады. Сондықтан мен каждый 2 күнде осылай полды жуып алуға тырысамын. Машинкамның қасы себебі матаның шаңы болады, ұсақ жіптер болады деген сияқты. Осылай жуып, тазартып, жаңа мен тамақты бастап дайындап кеткем, ол тамағым да пісіп жатыр. Балаларым қазір мектепке барғанша тамақтарын жеп барып шығады. Сабаққа апарып тастағаннан соң, уже кешкі ужинға дейінгі уақытты мен үнемді пайдалануым керек жеке өзім үшін. Әйтпесе егер мен балдарға үлгермесем, балдар бар кезде жинап үлгермесем, мен сол өзіме тиесілі 3 сағатында мен үй жинаумен, ыдыс жуумен өткіземін. Менің практикамда солай. Пюре дайындадым, және сарделки говяжий соны дайындап қойдым. Салып берем қазір. Енді жаңа жылдық қоян киімді аяқтауға кірісіп жатырмын. Жақын арада кішкентай қызым Айсананың садиктен утреннигі болады. Соған фатиннен юбкасын тіктім. Және мындай сарафан сияқты алып үстіне ақ велюрдан жасадым. Және осындай пух бола ма қалай. Осындай ленті түрінде сатып алып, осыны үстінен жүргізіп өттім. Осындай керемет пайда болды. Енді стразалар аздау сияқты, тағы стразаларды алып үстіне жабыстырамын. Все, рахмет көңіл бөлгендеріңізге. Мені қолдап каналға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет, комментарий жазыңыздар. Арғарата дамимыз бірге. Сау болыңыз. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft.